Маңғыстау әкімшілік полициясының басшылығы Армения аумағынан Қазақстанға әкелінген автомобильдерді тіркеуге қатысты түсіндірме берді. Басқарма бастығы Жеңіс Тадаевтың айтуынша, былтырғы жылдың 1 ақпанына дейін облысқа 3950 автокөлік келген. Олар барлық қажетті процедуралардан өтіп, 2479 автокөлік иелері сары нөмір алған. Жеңіс Тадаевтың сөзіне қарағанда, тіркеу процесі өте қарапайым әрі аса көп уақыт пен қаржыны қажет етпейді. Осы мәселелер бойынша автомобиль жүргізушілері облыстың 3 нүктесіндегі мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарына хабарласа алады. Атап айтқанда, Ақтау қаласындағы Автоцон, Жаңаөзен және Бейнеу ауылдарындағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыс жасап жатыр. Көлік құралдарын тіркеу кезінде иелерінің көлік келесі құжаттары талап етеді. Біріншіден, ол жеке басын куәландыратын құжат. Екінші, мемлекеттік тіркеу нөмір белгісіне 7778 теңге мөлшерде түбіртек төлеу керек, және көлік құралын тіркеу куәлігіне 3472 теңге төлеу керек, және де мемлекеттік жинақ бар, ол 694 теңге құрайды. Соның бәрін есепке салғанда 11942 теңге болады. Және де үшіншісі, Армения Республикасында берілген көлік құралын тіркеу куәлігін нотариалдық переводы керек, себебі ұлттық тілге ие болмаса орысша аудармалау керек. Естеріңізге сала кетейік, автокөліктерді тіркеу 1 қыркүйекте аяқталады. Оған дейін рәсімдеп үлгермеген көлік иелерін полиция қызметкерлері қудаламайды. Егер жүргізуші жол ережесін бұзар болса, қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапқа тартылады. Ал үрейлі оңнан солға қарай ауысқан көліктердің мәселесі қарастырылып жатыр. Қазір Қостанай және Алматы қалаларындағы көліктердің деректерін тексеретін зерттеу орталықтары жұмыс істей бастады. Бұл орталықтар көлік құжаттарының көрсетілген талаптарға және Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкестігін анықтап, арнайы хаттамалар береді. Басқару құралы оңнан солға қарай ауысқан көліктерді тіркеу 1 қарашаға дейін ұзартылды. Барлық қажетті мағлұматтарды зерттеу орталықтарынан 871 42 54 74 73, сондай-ақ 872 73 79 12 52 нөмірлерінен алуға болады. Ислам Абирахманов, Мұқағали Нұрдәулетов, Сұңғат Есенов, арнайы Ақтау Ньюс үшін.